Ұлттық ою өрнектермен әрленген мынадай үй интерьерінің суреттері соңғы уақытта ғаламторда кең таралған. Бұл арт ел сәулет дизайн орталығының 2 жылғы жұмысының нәтижесі. Олар тұрғын үйлер, мекемелер, демалыс орындары мен сән салондарын қазақи нақышта безендіріп, жабдықтап береді. Ұлттық құндылықты кең көлемде насихаттауға бел буған сәулетшілер қазір соңғы жобаларын тағы бір пысықтап жатыр. Алдымен компьютерде жасалатын үй интерьерінің кескіндемесінде қателік жіберуге болмайды. Өйткені кейін жасалатын жұмыстарының сапалы болуы тікелей осыған байланысты. Дизайн интерьер стильдерін зерттеп жүрген кезде әртүрлі үлкен экономикалық дамыған мемлекеттердің өз стилі бар екенін байқадық. Мысалға Қытай, Жапон, Англия, Европаның өздерінің әркімнің өз стильдері болды. Сол кезде біздің ойға да неге осы қазақша стильде жасап, қазақтың да мысалға интерьерін, сол стилін дамытпасқа деген ойлар пайда болды. 1-2 жыл бұрын бір патриоттық сезім оянып. Сол кезде біз осы өзіміздің ұлттық нақыштағы элементтерімізді, киіз үйлерімізді, бұрыннан келе жатқан стилімізді зерттеп, қызығушылық табыта бастадық. Қайта жөндеуден өткен мына сән салоны түгелдей ұлттық элементтермен көмкеріліпті. Айнасы, қабырға шамдары мен жылыту батареяларына дейін қошқар мүйіз оюы бейнеленген, ал бір қабырға түгелімен керегесіп кетті. Осы жобаға жауапты сәулетші дизайнер Елзат Мұқашевтың айтуынша, әрбір тапсырыс алдында пайдаланатын оюларды жіті зерттеп, мағынасына қарай қолдану керек. Бұған қоса тапсырыс берушінің өтініші мен талғамы міндетті түрде ескеріледі. Басқа стильдерде жұмыс істейтін современный хай-тек деп жатамыз ғой. Сол стильге қарағанда қазақ стилін жасау, жүзеге асыру ол өте күрделі, қиынырақ болып келеді. Өйткені мына өздеріңіз көріп жатқандай мынандай жиһаздар, айналар ол дүкенде сатылмайды. Сосын материалдарымызды өзіміз келтіреміз. Мысалы гипсокартон деп жатамыз, сол гипсокартоннан оюды шығару керек болады. Оның бәрі күрделі, 2 есе, 3 есе қиындау болып келеді. Басқа стильге, басқа дизайн интерьерлеріне қарағанда. Ұлттық нақыштағы үй интерьерін жасап, халқымыздың бай мұрасын сәулет өнерінде насихаттап жүрген мамандардың алға қойған жоспары көп. Ұлттық стиль арқылы тәрбие қалыптастыруға болатынын дәлелдеп, шетелдерде қазақы стильдегі дизайнды насихаттау орталықтың басты мақсаты. Қазір олар табиғи шикізаттан жиһаз жасап, отандық өнімді арттыруға күш салуда. Кәмшат Ысқақова, Шырын Қасым, Мұрат Ынтымақбаев, арнайы Таңшолпан үшін.